Бердібек Соқпақбаев білімді де көрнекті жазушыларымыздың бірі. Бірақ таланттың туа бітетін қасиет екенінде белгілі. Бала Бердібек анасынан 8 жасында айырылды және бұл қайғы оның өмірінің соңына дейін үлкен соққы болды. Соқпақбаев бала кезінде көп қиындық көрді. Аштық пен ауыр еңбектің, қиындықтың тауқыметіне ұшырады. Дегенмен, ол өте білікті және қабілетті бала болып өсті. Таулы ауылдан шыққан қазақ баласы журналистикамен көп айналысты. Қазақ әдебиеті балдырған газет-журналдарының редакциясында жұмыс істеді. Бердібек Соқпақбаев білікті мұғалім, тәрбиеші. Өзінің жүрек соғысын ғана тыңдап, жалғандықтан қашып, тек шындықты жазып өткен жазушының бірі және бірегейі Бердібек Соқпақбаев. Өмір мәңгі жап-жасыл, құпиясы қанша айтсаң да, қанша жазсаң да таусылмайтын ғажайып әлем. Бердібек Соқпақбаев тақырыпты өмірдің өзінен алатын жазушы. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті бойынша кеңесші болып жұмыс істеді. Ең алдымен ол балалар жазушысы. Балалық пен жастық оның барлық кітаптарының негізі. Соқпақбаевтың шығармалары негізінен автобиография болып табылады. Менің атым Қожа повесі арқылы Бердібек Соқпақбаев талантты балалар жазушысы ретінде республикаға ғана емес, одақ көлеміне де танымал болды. Бұл повесть бойынша Қазақфильм киностудиясында көркем фильм түсіріліп, 1967 жылы Канн қаласында өткен балалар мен жасөспірімдер фильмдерінің халықаралық фестивалінде арнайы жүлдеге ие болды. Жазушының барлық туындыларында оның шығармаларының қайнар көзі халық өмірінен бастау алғаны сезіледі. Жазушының бейнелеу қабілеті өте бай. Ол өз кейіпкерлерінің портретін шебер суреттеп, әрқайсының өзіне тән тілде сөйлетеді. Кейіпкерлердің ішкі күйзелісі мен ой-пікірлері жазушының басты көркемдік әдісі болып табылады. Қазақ прозасына жаңа леп, өзгеше өрнек әкелген жазушы 1991 жылы 24 шілдеде Алматыда көз жұмды. Халқымыздың сүйікті жазушысы Бердібек Соқпақбаев артына өлмес, өшпес мұра қалдырып кетті.